Иисус барып жадала, энеден сохор туылған кишини көрүп иди. Рави, ол ненің үшін сохор туылған? Деп үйренчиктер онон сурадылар. Кемізі кинче кеткен? Ол бойы ба? Емесі аденесі бе? Ол да ата-енесі де кинче кетпеген. Деп Иисус каруу жандырды. Тек Құдайдың керектері оның бойында көрінсін деп, ол сохор туылған. Күн өткөлөктө мени ийгенин керегин мен едер учурлу. Түн кирип жат, ол душта кемдейди болбос. Мен бу делекейдин улусу ортодо душумда, мен олорго жарык. Мынайда айдала ол жерге түкірді, чилекейіне добрақ қожоло, сохордың көзіне сүртіп айтты. Силуам деп суу буунтуга барып, жунунуп ал. Силаам дегені, ийилген дегені. Ол барып жүзін жунды, көрөр болып қалды. Айылдаштарыла башқыда оның сохор болғанын көрген улус айтышты. Соранчықтап отырақчы кіші бу емес пе? Кезіктері Ол? дешті, кезіктері дезе Жоқ, оға дүңей кіші. дешті, ол бойы О мен. деп тұрды. Көзін қанайып жарады. Деп олар сурадылар. Онызы айтты. Иисус деген кіші чилекейіне топырақ қожып, көзіме сүрттел айтқан. Силаамға барып жүнуны бал. Мен барып жүнін ала, көсті болып қалдым. Ол қайда деп сұрағыларда білбезім деді. Сохор болғанды фарисейлерге апардылар. Иисус чилекейіне топырақ қожып, оның көзін жарытқаны дезе субот күнде болған. Көзі қанайып жарығанын фарисейлер база сұрарда ол айтты. Ол көзіме топырақтың чейін тізін салды. Мен жүнін ала, көсті болып қалдым. Айдар да фарисейлердің кезіге айдышты. Бұл кіші Құдайдан емес. Ол сұбот күнді чекчелебейді. Кезіге айдышты. Андый қайқалдарды кенчекті кіші едіп болар беді. Анайып олар ортода бөлініш болды. Сохор болғаннан ойто сұрадылар. Ол кіші керегінде не едерің? Ол сенің көзіңді açқан ене. Ол жарлықчы. Деп онызы айтты. Көзі жарыған кішінің ада енесін алдырып албағанша, иудейлер оның сохор болғанына, көзі жарығанына бүтпей дұрдылар. Оның үшін ада енесін алдырып алып, олардан сұрадылар. Сохор туылған ұлыбыз дегенің әрі бұ ба? Емді ол қанайып көрір бола берді. Улыбыз бу. Сохор туылғаны чын, онызын білеріз. Эмди канайып көрөр боло бергенин, onun көзүн кем ачкан, билбей жатыбыз. Бойунан сурагар, ол чыдап калган, бою келгенде бой айтсын. Ада енези иудейлерден қорқып тұрған үшін анайды айтқандар. Иудейлер дезе Иисусты Христос деп айдар кишини синагогадан чыгарып саларға көптөжүп койгондор. Оның үшін ада енесі ол чыдап қалған бойынан сурагар деген. Сохор болгонды экинчи катап алдырып ого айттылар. Чынды айдып Құдайды мақта. Ол киши кинчектүү деп биз билерис. Ол кинчектүү бе жоқ бо, мен билбесим. Деп ол каруу жандырды. Сохор болгом, эмди көрүп турум. Билетеним жаңы сол.
Ол сенілен ені етті. деп олар ойто сурадылар. Көзіңді қанайып жарытты. Мен сілерге айтпай қайттым, кесілер ұқпадығар. деп ол қару жандырды. Базан ені оғайын деп тұрығар. Айса сілерді оның үреншіктері боларға тұрығар ба. Олар оны талап айттылар. Сен оның үреншігі, біз Моисейдің үреншіктері. Моисейлі Құдай тілі алышқанын білеріз. Бұл кіші қайдан болғанын білбей тұрыбыз. Ол қайдан болғанын білбейтенігер қайқамшылу. деп ол кіші қару жандырды. Ол менің көзімді жаратқан. Кебіс білеріз. Құдай кенчектілерді ұқпайтын. Құдайды тоғып, оның күйінілі едіп жүргендерді ұғып жат. Кемде соқыр туылғанның көзін жаратқан деп, чақ бүдерден бері ұғылбады. Ол Құдайдан емес болса, не дедіп болбоз еді. Бастыра бойын кенчекті туылалы, бізді үредіп тұрың ба? Дейлі оны шығара сүріп иділер. Оны шығара сүріп игенін ұғала, Иисус оны таап алып айтты. Құдайдың ұлына сен бүдіп жадың ба? Қайрахан, мені оға бүтсін деп, ол кем болғанын айтсаң, деп ол сұрады. Сен оны көрдің. деп Иисус айтты. Сені ермектежіп тұрғаны ол. бүдіп тұрым Қайрахан. Дейлі ол Иисусқа башырды. Иисус айтты. Көрбей тұрғандар көрсін деп, көріп тұрғандар соқорсын деп, мен бұл телекейге жарғы едерге келдім. Оныла қожа болған фарисейлердің кезігі мұны ұғала оға айттылар. Біз де соқыр ба? Иисус қару жандырды. Соқор болған болсағыр, сілерде кенчек жоқ болар еді. Емді дезе сілер көріп жадыс деп айтып тұрған арда, кенчекті болып артып жадар.